Сәлеметсіздер ме, Қазақ клиник көрермендері. Бүгінгі шығарылымда адам ағзасындағы ең маңызды мүше бауыр жайлы сөз қозғаймыз. Бауыр не үшін ауырады және үй жағдайында бауырды қалай тазалаймыз? Адамның бауыры өзін-өзі тазартатын жалғыз ағза. Ол 30-ға жоқ биохимиялық функцияларды орындайды. Десе де, адамның күшімен тазалауды қажет ететін кездері де бар. Ол кезде емханаға немесе шипажайға бару керек. Егер емханаға баруға уақытыңыз тапшы болып, қаражатыңыз мүмкіндік бермесе, үйде бірнеше ережелер сақтай отырып бауырыңызға көмектесе аласыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, біздің арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі шығарылымда сіз бұрын-соңды естімеген ақпарат болатынына сенімдімін. Бауыр неге шылаққа толады? Бауырдың ең қауіпті жауы алкогольді ішімдік. Оның құрамындағы этил спирті ақуыздардың синтездеуіне, көмірсулардың өзгеруіне әсер етеді. Осыған байланысты бауырда созылмалы қабыну пайда болады. Кейде дұрыс емес тамақтану, токсикалық улану мен дәрі-дәрмектің әсері бауыр ауруына себепші болады. Егер шамадан тыс тамақтансаңыз, майлы, тәтті және фастфуд тамақтары тоқтаусыз жесеңіз, бауырға салмақ түседі. Бауырдың шылаққа толғанын қалай білеміз? Егер теріңізде проблема болып, дене қышынса, жүрек айнып, қыжыл мен жиі кекіру мазаласа, ішіңіз қатып, аузыңызға ащы дәм келсе, сізге бауырыңызды тазалау қажет. Бауырды қалай тазалаймыз? Бауырды тазарту үшін дәрігерлер дәрі-дәрмек тағайындайды, арнайы диета ұсынады. Ал егер үй жағдайында бауырды шлактан, токсиннен тазартуды таңдасаңыз, онда мына кеңестерді орындаңыз. Алдымен сізге дұрыс тамақтану қажет. Ол үшін ас мәзіріндегі ащы, майлы, консервіленген тағамдарды, көкөністер, жемістер және қышқыл сүт өнімдеріне алмастырыңыз. Бауырға пайдалы азықтар қатарына көкөністерден 40 қабат, асқабақ, қызанақ, ал көк шөптерден аскөк, аш жапырақ, ақжелкен, цитрусты жемістерден грейпфрут, апельсин, лимон, жеміс жидектерден алма, банан, құлпынай, жармалардан кебек пен сұлы, сүт өнімдерінен ірімшік, қаймақ өнімдер жатады. Бауыр қызметін үй жағдайында жақсартатын кеңестермен бөлісейін. Сәбіз, қызылша және қиярдан жасалған шырындарды ішу бауырға өте пайдалы. Оларды араластыруға немесе бөлек ішуге де болады. Күніне 2 жарты стаканнан 1-2 апта бойы ішсеңіз, бауырыңыз тазарады. Бауырды тазарту үшін кем дегенде 2 литр ауыз су ішіңіз. Оған қоса көк шай мен шөп тұнбаларды ішу бауырды тазалап өтті айдауға қабілетті. Емдік шөп-шайлар шай қурай, жалбыз жапырағы, ала тікен, қайын жапырағы мен ит мұрыннан жасалады. Ванна мен ыстық саунаға түсу бауыр тазалаудың тағы бір жолы. Сіз ванна қабылдап, шамадан тыс терлеу арқылы ағзадағы токсиндерді жойып, иммундық жүйеңізді нығайтасыз. Бауырыңыз сау болу үшін физикалық белсенді болуыңыз міндетті. Көбірек таза ауада серуендеңіз, билеңіз, жүріңіз, жүгіріңіз. Дұрыс тамақтану мен физикалық белсенділіктен бөлек ұйқыңыздың уақытлы болуы бауыр саулығы үшін маңызды. Күніне 6 сағаттан артық ұйықтаңыз, себебі бауыр түнгі ұйқы кезінде белсенді жұмыс істеп, қандағы майларды кетіреді және улы заттар шығарады. Дегенмен бауырын тазалатуға болмайтын адамдар бар. Олар холецистит, панкреатит және гепатитпен, жүйке аурулары, қан диабетімен ауыратын жандар. Сонымен қатар аяқ ауыр немесе ем үзулі аналарға да бауырды тазалауға болмайды. Сондықтан ауруды асқындырып алудан сақ болыңыз. Бауырыңызды дәрі-дәрмексіз тағы қандай әдістермен тазалауға болады? Мен айтатын келесі тізімнен оңай әрі ыңғайлы түрін таңдап алып сынап көріңіз. Бауырды тазалайтын мейіз тұнбасын жасау үшін бізге керегі 400 мл су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз, ыдысқа қажетті суды құйып отқа қойыңыз. Су қайнап болғаннан соң мейізді салып 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескеріңіз, бұл тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы ас ішіңіз. Тұнбаны 1 айда 1 апта бойы да ішсеңіз болады. Нәтижесін 2 күн-ақ көресіз. Бірақ ем кезінде майлы заттар мен алкогольді ішімдіктерді ішпеу керек. Бауырды тазалайтын келесі әдіс сәбіз шырынын ішу. 2-3 дана сулы әрі балғын сәбізді блендерден өткізіп, оған қант қоспай 200 мл минералды газды сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай ұрттаумен ішесіз. Емдік шырынды күнде таңертең аш қарынға ішіңіз. Емделу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3-5 айға дейін жалғасады. Бауырды тазалайтын келесі әдіс ақжелкен тұнбасын ішу. 1 бума ақжелкенді тазалап, жуып алып сақтап, оған 4 дана сулы сәбіз бен 2 дана балдыр көкті және 1-2 дана лимонды қосып блендермен араластырасыз. Дайын болған сұйықтықты таңғы астың алдында ішесіз. Бауырды тазалайтын келесі әдіс емдік қасиеті бар табиғи шөп дәрілерді қабылдау. Қазақ клиник орталығы 7 жыл бойына бауыр ауруларын табиғи жолмен емдік шөп дәрілер арқылы емдеуде. Мыңдаған қазақстандық Қазақ клиник шығарған шөп дәрілерді ішу арқылы бауыр ауруының барлық
барлық түріне жазылды. Дәл қазір біздің орталықта бауыр ауруларын емдейтін шөп дәрілерге үлкен жеңілдік болды. Егер бауырыңыздағы кез келген ауруды табиғи жолмен операциясыз емдегіңіз келсе, Қазақ клиниктің емдік шөп дәрісіне тапсырыс беріңіз. Тапсырыс беру үшін төменге нөміріңізді жазып кетіңіз. Бүгінгі шығарылымдағы ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген сенімдеміз. Келесі жүздескенше.